Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін шайға қосатын жеміс-жидектерден микс жасайтын боламын. Менде қазір лимонды кішкентай кубиктерге турап аламыз. Жартысын кішкентай кубиктерге тураймыз, жартысын ірі бөлшектерге тураймыз. Бұндай микстен тек қана шайға емес, мохито жасауға болады, түрлі компоттарға қосуға болады. Қыстың күні таптырмайтын дүние. Лимонның ішінен дәнін алып тастаңыздар. Себебі лимонның дәні кішкене қышқыл дәм беретін болады. Сондықтан да барлық дәнін алып тастаймыз. Бұл өте витаминге бай, және де ас қорытуға және сіңіруге жақсы көмектеседі. Және де үйге қонақ келген кезде шайға қосып демдегенге күшті келеді. Бізде ендігісі клубника. Клубниканы да ортасынан бөліп шықсаңыздар болады. Бұл жерде қолдарыңызға түскен барлық жеміс-жидектерді қоса берсеңіздер болады. Мынау клубниканы турап болдық, лимонның қасына қосамыз. Ендігіде менде үйде жаңағыдай қатырылған жас өрік бар еді, соны қосып жатырмын. Жас өрікті көп келген кезде жартысын қатырып тастағанмын. Соны қосып жатырмын. Жас өрікті де жеміс-жидектерге қосамыз. Ендігісі мынау менде клубниканың плодоножки. Тазартқан кезде жуып, тазалап, құрғатып, шайларға қоссаңыздар керемет дәм, керемет вкус береді. Иісі да керемет болады. Қараңыздар, қандай әдемі микс, түрлі түсті. Осылайынан жақсылап араластырып алыңыздар. Және де мен қалтаға қатырып жатырмын. Сіздер енді өздеріңіз білесіздер, контейнер болса да болады. Осылай қатырып, мұздатқышқа салып тастаңыздар. Қыстың күні алып, компот істесеңіздер де болады, мохито істесеңіздер де болады. Түрлі шайларға қоссаңыздар да керемет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.